Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен той дастарханына арналған пирожнилардың рецептін бөлісетін боламын. Бұл жерде ең алдымен пупи-пай пирожныйын үйренетін боласыздар. Менің каналыма подписаться кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Ең алдымен бізге 6 дана жұмыртқа және де қантымызды жақсылап миксерден 5-6 минуттай осылай көлемі ұлғайғанша миксерлейтін боламыз. Осылай көлемі ұлғайғаннан кейін барып 80 грамм сұйық майымызды да салып араластыратын боламыз. Келесі бізде бөлме температурасында 120 грамм сүтімізді де салып бірге араластырамыз. Келесі бізде құрғақ заттарымыз ұн, какао және де ұн қопсытқышымызды ситадан өткізіп аламыз. Ұнымызды біз 2-ге бөліп, осылай лопатаның көмегімен немесе миксердің ең төменгі баяу жылдамдығымен араластыратын боламыз. Описание бөліміне барлық құрамын төменде қалдыратын боламын, сол жерден қарап біле аласыздар. Міне біздің осылай тестамыз дайын болғаннан соң, өздеріңіз кез келген осындай бірдей ыдысымызға салып 2-ге бөліп алатын боламыз. 2-ге бөліп алғаннан соң, бізде алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста осындай кез келген формаға салып, тегістеп пісіріп алатын боламыз. Біздің формамызда осылай бір тегіс болу қажет. Бұл бізде бір тегіс болмаса, біздің осылай корждарымыз бір жері үлкен, бір жері кішкентай болып шығуы мүмкін. Сондықтан сол жерін байқаңыздар. Келесі бізде кремін дайындайтын боламыз. Бізге 400 грамм салқын творожный сыр және де қант, немесе қант ұнтағын екеуін жақсылап миксермен біркелкі болғанша осылай баяулатып миксерлейтін боламыз. Келесі бізде салқын сливкиімізді, 400 грамм сливкиімізді де құйып, біркелкі етіп миксерлейтін боламыз. Сіздердің сливкилеріңіз міндетті түрде 33%-тен кем болмауы қажет. Кремді миксерлеген кезде сіздердің миксердің ең төменгі жылдамдығымен араластырыңыздар. Сонда кремдеріңіз әдемі болып шығады. Артынша осылай біркелкі болғаннан соң 200 грамм осындай Қазақстан шоколадын ерітіп алдын ала кремге қосатын боламыз. Бұл біздің пирожныйымыздың дәмін шоколадты етіп, дәмін ерекше етіп тұрады. Осылай барлығын бір тегіс етіп кремдерін жағып алатын боламыз. Осылай жағып болғаннан соң екінші коржымызды да үстінен біркелкі етіп, үстіне қойып шығатын боламыз. Біздің коржымыздың жоғарғы бетіне жұқа етіп, осындай кремдерімізді де жағатын боламыз. Бұл біздің коржымызды осылай әдемі болып көрінеді, және де бізде 300 грамм осылай ерітілген шоколадымызды үстінен бір тегіс етіп тегістейтін боламыз. Мен астында осындай шоколадты глазурдың рецептісін астынан қалдыратын боламын, сол жерден қарап көре аласыздар. Міне біздің пирожныйымыз бір күнге қалдырдым, бір күннен кейін осылай пирожниларымызды кесіп, формаға салатын боламыз. Алдын ала осындай жан жақтарын жұқа етіп, бір тегіс етіп, пышақтың көмегімен кесіп аламын. Сосын барып, өзіміздің кез келген формамызға салып, осылай әсемдеп дастарханымызға қоятын боламыз. Достар, егер де сіздерге видео рецепт пайдалы болса, лайк басып комментарий қалдыра кетіңіздер, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, астында тұрған подписаться кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Ас болсын!